Жылда көктем қарсаңында Роза шақырат, көктем шақырат деген ұранды естиміз. Осы жолы Роза Қуанышқызы Астанаға көктемді ерте шақырды. Шабыт ұлттық өнер университетінің шәкірттерімен кездесіп, шеберлік сағатын өткізіп, әдеттегідей табиғи дауыста концерт беріп, тіпті ұлдарына келін де таңдап үлгерді. Қыздардың бәріне де сұлусың деп баға берген Роза Рымбаева келіндер кастингінің соңында қыздардың суреттерін ғана алып кетуге уәде берді. Таңдауды ұлдарының құзырларына қалдырды. Ал вокалдық шеберліктерін жеке-жеке көрсетуге келген студенттерді тыңдап, тауларын жықпай, жігерлерін жасытпай, жоғары бағалады. Халық артисі ретінде ғана емес, университеттің құрметті профессор ретінде айтар сынын жұмсақ жеткізді. Заметили, очень музыкальный парень. Старайся вкусывать. Мой совет. Если ты поешь такую камерную вещь, ты ее пой одной только. Одной. И тогда у тебя она будет глубже. Правильно выходить? Вот педагоги со мной согласны. Ты пой только для нее. Ты не разбрасывайся. Вот одной. Для тебя. Я ждал тебя. Ұйымдастыру алқасы жастар жылы аясында алғашқы жиындарының жоғары деңгейде өтуіне барларын салған. Студент кезден бірге келе жатқан Майра Ильясова, Бағдат Самединова құрбыларын өздері шақырып алыпты. Студенттерімні көрсетіп, осы Розаның өмір жолын, өнер жолының өте қиын екенін түсіне білсін, көре білсін, біле білсін деп, мына студенттер өздері ән айтып, өнерлерін олар да көрсетеді. Ішінде бәріне мүмкін емес, ішінен бір 5-6 баланы таңдап алдық. Розаның өзі де ән салады қазір. Құтты болсын, дұғыл шамалықтарыңыз. Қазір ұлттық өнер университетінің профессоры құрметті атағы Роза Қуанышқызы Рымбаева. Роза Қуанышқызы таланттарды жақсы көремін. Оларды жоғары бағалап, жарқын болашаққа нық қадам басулары үшін барлық жағдай жасалу керек. Ұстаз тілін алған ұрпақ жаман болмайды дегенді жиында жиі айтты. Жылы жүздесу болды. Бұл жиын көп жылдар бойы студенттердің есінде қалары сөзсіз. 1 сағатқа жоспарланған кездесу біраз уақытқа жалғасты. Осы концерттен үлкен ләззат алып, үлкен бір толғаныспен, тебіреніспен және өнерге деген құлшыныспен шықтық. Осындай концерттер көп болса екен дейміз. Еліміздің жастары тек қана алға. Дәл осы өнер ордасында, дәл бүгін орын алғанда Роза Қуанышқызына үлкен алғысымызды шексіз білдіреміз. Өйткені дәл қазір студенттерге осындай кездесулер, осындай кештер ауадай қажет деп ойлаймын. Мынандай дауыс, бізде Роза Бағланымның дауысы қандай жеке дара болса, Розаның дауысы да қайталанбайтын жеке дара. Сондықтан халқымыздың ұлы арманы, батырлығын, қуаты, жігері осының бәрі Розаның үнінде тұр. Қорытынды сөз сұрағанымызда Роза Қуанышқызы қуаныштан қанаттанып тұрып былай деді. Ерекше кездесу болды. Айман Қожабековнаның академиясында менің сүйікті досым, өнердегі өмірдегі досым Бағдат Самединованың кафедрасының шақыруыменен, Майра Ильясова менің досым, бұл кісі декан қолдауыменен бір ерекше ұмытылмайтын кеш болды. Себебі біздің болашағымыз жастар, болашақ жас әншілер, жастар, сахна жастардікі, болашақ жастардікі. Жас студенттермен, жас әншілермен, таланттармен кездесті. Айтпақшы, Роза Рымбаева жақында Астанаға тағы да келеді. Ол кезде жеке шығармашылық кешімен.